қымбатты құда-құдағайларына айта берсек, ән деген таусылмайды Құдайға шүкір, Құдайдың берген қазынасы. Мынау менің кішкентай ғана бекіна нәрестем, мынау қасымда жүрген жәрдемшім, Құдай берген анам менің. Осыны Құдайдан мен тілеп жүріп, әйтеуір ырмалды кішкентай ғана немереме 3 айлығынан Құдай тағала осыны көз тапсырамын деп қызым әкеп тастап еді. 3 айлығынан менің тәрбиемді Құдай менің осыған қондырып жүрді ма? Әйтпесем өзімде үйде 9 оқитын қыздарым бар, қосқа қона берер еді. Бұған ешкім үйретіп жатқан жоқ, осы қабаттасып Құдай тағала бір жәрдем шығып берген шығар мені де бір қара терге түсіп жүргенде. Сондықтан да Шынарай деген бірінші менің дүйме даусыма қарап шығарған әнім еді, жаңағы айтқан әнім. Одан кейін бұның мамасы айтты, енді менің қазір мөлдірім осы Шынарай деген әнді орындап береді. Мынау Кермаралды деген ән түнде орындап, кімге Айгерімге арнап, енді Айсудың осы үйде құдашамыз бар. Осы жастар ғой енді. Бұлар елдің сүйіктісі болып, құдағызға Кермаралдай келіп, бір сүйкімді болып, біздің құдашамыз осы елдің бір сүйікті келді, осыны Айгерім сіздердің сүйікті келдеріңіз болып, түймелді ауыздарға қаратқан бақытты семьяның бірі болсын деген ниетпен, тағы сол Кермаралдай әнін осы үйде құдашамыз келіп оқысын, құдашамызға арнаймыз.